Қайырлы күн, құрметті Сақтағанбай атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының жалынды жас оқырмандары. Ең біріншіден біздер техникалық ақауларға байланысты ертерек кіруге мүмкіндік болмады. Сол себепті алдын ала кешірім сұраймыз. Бүгін 12 тамыз халықаралық жастар күні мерекесімен баршаңызды құттықтаймыз. Осы 12 тамыз халықаралық жастар күні мерекесіне орай Сақтағанбай атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы жастар елдің ертеңі атты тақырыбында тренинг өткізгелі отыр. Бүгінгі біздің тренингіміздің өткізетін біздің Сақтағанбай атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының құрметті қонағы Ақтөбе облыстық жастар ресурстық орталығының бөлім басшысы ментор Нұрбақыт Алтынбекқызы. Қош келдіңіз, Нұрбақыт Алтынбекқызы. Ең біріншіден осы тренингімізді бастамас бұрын сізге осы біздің кітапханамызға қош келдіңіз дегім келеді. Ал екіншіден осы 12 тамыз халықаралық жастар күні мерекесімен шын жүректен Сақтағанбай атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының жас оқырмандары атынан сізді құттықтаймыз. Сізге деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге әрине толағай табыстар тілейміз. Және де айтқым келеді, осы тренингімізді бастамас бұрын Нұрбақыт Алтынбекқызы, білесіз бе, жалпы ақын, философ Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға арналған мынандай бір өлең шумақтары бар. Кел жастар, біз бір жол табайық, арам, айла, зорлықсыз мал табайық, өшпес өмір, таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табайық демекші. Осы өлең шумақтары арқылы Шәкәрім Құдайбердіұлы жастарды арам ойламай, айла ойламай, зорлықсыз, зомбылықсыз адал еңбек етуге шақырады. Және де біздің осы белсенді жастарымыздың мемлекетімізге жаңа бір келбетін қалыптастыруға үгіттейді. Осы бүгінгі біздің тренингіміздің де мақсаты осы деп ойлаймын. Осы сіздің тренингіңіз арқылы біздің оқырмандарымыз өзіне бір белсенді болуға ұмтылады. Және де біздің осы білім арқылы, оқу арқылы, және де белсенділік таныту арқылы еліміздің болашағын жарқын етіп үлкен белестерге жеткізеді деген ойдамыз. Ендігі сөз кезегін өзіңізге берсек. Рахмет, Назерке, көп-көп. Біріншіден баршаңызды бүгінгі осы керемет мереке жастар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Яғни халықаралық деңгейде қысқа ғана енді өздеріңіз таныстырып өттіңіздер. Жаңа бүгінгі күн осы жастар күні аясында осы кітапхананың оқырмандарына арналған осы жақсы бір іс-шара жоспарлаған екенсіздер. Өте қуаныштымын. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Енді бұл жастар күні деген қайдан шықты деген сұрақ көбісінде туындайды негізі. Дегенмен осы жыл сайын осы 12 тамыз 10-нан бастап, 9-нан бастап біздер үлкен іс-шаралармен, кешенді іс-шаралармен осы жастар күнін атап өтуге тырысамыз. Мейлінше жастарды қамтып, жастарға көтеріңкі көңіл күй сыйлауда, олардың мерекесі екендігін сезіндіруде өте жақсы жоспарлар мен өте жақсы іс-шаралар ұйымдастыратын едік. Енді биылғы жағдайға байланысты өкінішке орай онлайн форматқа ауыстыруға тырысып, және сол форматта да енді мүмкіндігінше жоғары деңгейде өткізуге тырысып жатырмыз. Дегенмен енді осы жастар күні деген қайдан шықты деген бір қысқа ғана айтып кетейін. 1998 жылы осы Лиссабонда өткен жастар ісі жөніндегі комитет министрліктерінің ұсынысымен 1999 жылы 17 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімімен қабылданған болатын. Бірақ біздің елде осы 2000 жылдан бері ең алғаш рет Қазақстанда 2000 жылы осы 12 тамыз халықаралық жастар күні ретінде тойлана бастады. Енді әрине бұл ресми мереке емес, дегенмен де өте айтулы мерекелердің бірі. Сондықтан да барша осы жалпы дүние жүзі бойынша 1 миллиард 800 мың жастар бар екен дүние жүзі бойынша. Оның ішінде 3 миллион 800-і осы қазақстандық жастар, яғни жастар дегеніміз 14 жастан 29 жас аралығындағы санаттарды айтамыз, жас шамасын.
Яғни бұл дегеніңіз осы еліміздегі барлық жастардың, осы сіз өзіңіз айтып кеткендей, Шәкәрім атамыз айтып кеткендей, әрбір жастың өзінің алдына қойған міндет мақсаты, айтады ғой, мына сөзі өте жақсы айтылған, негізі еліміздің болашағы бұл жастардың қолында. Бұл өте терең мағыналы сөз. Қазіргі күніміз, қазір енді жағдайлар, түрлі жағдайлар бар. Біреуінің жағдайлары жақсы, дегенмен сәлде бір кемшіліктер болуы мүмкін, я жастарға жасалынып жатқан жағдайлардың тарапынан. Бұл әрине қазіргі таңдағы осындай күй кезең. Бұны алдағы уақытта жақсарту, бұны өздеріңіз қалағандай дамыту, ол қазіргі жастардың қолында. Яғни келешек жастарға сіз қазіргі жастар не қалдыра аласыз, қандай жағдай жасап бере аласыз, оның бәрі өздеріңізден. Енді осы орайда бізде оқырмандарымыз, мен айтайын, жаңа тренинг деп жатырмыз ғой. Дегенмен де тренингті өздеріңіз білесіздер, кері байланыс болу керек, белгілі бір тақырып ашылу керек. Енді мүмкіндігінше бүгін біздер өзім жаңағы жұмыс жасап жатқан салам, осы жастар саласы болғандықтан, жастарға арналған бағдарламалар, қазіргі таңда жүзеге асырылып жатқан жобалар жөнінде сіздерді толыққанды ақпараттандырып, сіздерге соған жаңағы бағыт бағдар беріп, өзімнің кішігірім үлесімді қоссам деймін. Және де қазір сіздер енді оқырмандар, құрметті қазіргі таңдағы эфирге қатысушы жандар, сіздерге мынандай сұрақ, енді мен сіздердің кім екендеріңізді білу мақсатында, әрине барлығыңыз оқырман боларсыздар, дегенмен де қай жақтан, немесе оқушы, немесе студент боларсыздар, осы комментарийге өздеріңіздің атын, есімдеріңізді енді мүмкін болса, және де санаттарыңызда, яғни студент, немесе оқушы, немесе жұмысшы жас боларсыз, қызметкер боларсыз, соны бір ауыз сөзбен атап жазып өтсеңіздер, ары қарай осы сіздерге қатысты бағдарламаларды мен жалғастырып айта беретін боламын. Сонымен қатар, бір өтініш, бізде енді бейресми кездесу, бейресми тренинг кездесу болғандықтан, өздеріңіздің ойларыңызды ашық, ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді білдіріп, және сұрақтарыңыз болса, қоя отыруларыңызға болады. Мүмкіндігінше толыққанды жауап беруге тырысамын. Енді қазір ақпаратымды айта берейін, бірақ бізде комментарийге жазып жатқандар болса, кім қай жақтан екен, соған орай сосын ары қарай жалғастырсақ. Құрметті Нұрбақыт Алтынбекқызы, біздің оқырмандарымыз жаңа айтып кеткендей, өзінің сұрақтарын комментарийға жазып қалдырып кететін болар. Сұрақтарын жазғанша, өздерін таныстырып, жас санаттарын біздің комментарийға жазып қалдырғанша, мен өзім бір сұрақ қойғым келеді сізге. Жалпы біздер қазір ерікті жастар, біздің осы 2020 жыл еріктілер жылы деп айтып жатамыз ғой. Осы еріктілер жылында ерікті жастар деп біз кімдерді айта аламыз? Осы тұста айтып кетсеңіз. Өте керемет сұрақ. Енді бұл жерде ерікті деп, жалпы волонтерство деп, волонтерлік қызмет деп айтамыз ғой. Жалпы термин бізге соңғы бір 10 жылдықтарда болсын енгенімен, енді ұғым ретінде кейін таралып жүргеніне, биыл міне волонтер жылы деп аталынып жатыр, үлкен атау қойылып жатыр білде бір жылға. Дегенмен де бұл ұғым бұрыннан, яғни бәрімізге мәлім, президентіміз де атап өтті осы жылдың ашылуы барысында. Бұл біздің қазақ халқына, ұлтымызға жалпы тән қызмет, бұрыннан келе жатқан біздің ұлттық дәстүрлерімізге де байланыстырып айта аламыз. Себебі үмей деп жатамыз, асар деп жатамыз. Осының барлығы әр жанның өзінің қолынан келетін көмегін қайтарымсыз көрсету. Сол орайда еріктілер деп кімдерді айта аламыз деп жатырсыз, сұрағыңыз барысында. Яғни жауапта осындай, өзінің қадал ниетімен белгілі бір салада, белгілі бір бағытта өзінің көмек қолын созып, яғни одан кері ешқандай байланыс күтпей, одан рахмет күтпей, немесе қайтарымын күтпей, өзінің шын жүрегімен, ниетімен көмек көрсетіп жүрген жандардың барлығын біз волонтер, ерікті деп атай аламыз. Ол міндетті емес, бізде қазіргі таңда әрине ол құба-құп, негізі топ құрып, белгілі бір деңгейде жоспарларын құрып, топтың мүшелерін көбейтіп, жастарды немесе үлкен орта буындардың барлығын волонтерлік қызметке тартамыз деп арнайы топ құрып жатқандар, олар әрине құба-құп, дегенмен де олардан да бөлек жеке өз алдына волонтерлік қызметпен айналысып жүрген жұмысшы жастарымыз, кәсіпкерлеріміз өте көп. Сондықтан да жаңа айтып өткендей, ең бастысы ниетте.
кім волонтерлік қызмет айналысқым келеді, жеке болсын, топпен болсын, ниеттеніп жасаған әрбір істерін волонтерлік қызмет ретінде қабылдай аламыз. Яғни кез келген адам волонтер бола алады, белгілі атауына сай деп біле аламыз. Жауабыңызға рахмет. Мына жерде оқырмандарымыз жазып жатыр екен. Біздің Байышев атындағы облыстық Амбебаптылық кітапханасының оқырманы Өтегенова Анар, студентпін және белсенді волонтермін деп жазып жатыр екен. Яғни біздерде қазір қарап отырған тікелей эфирде қосылып отырған студенттеріміз бар екен. Құрметті оқырмандар, сіздер де өздеріңізді таныстырып, қандай қызмет атқарып жатырсыз және осы жастар күнінде қандай тілектеріңіз болса да осы біздің комментарийімізға жазып қалдыруларыңызға болады. Енді біздер тренинг деп жатырмыз ғой. Қазір онлайн форматта шағын ғана тренинг жүргізіп көрейік. Мысалы, жаңа еріктілер әрбір жас ерікті бола алады деп айтып жатырсыз, волонтер бола алады деп айтып жатырсыз. Ал бұл үшін мысалы жастар ерікті болу үшін қалай кіреді волонтерге? Мысалы, қандай қасиеттер болу керек? Сол жөнінде айтсаңыз, мысалы, жақсы қасиеттерді адам бойына қалай сіңіру керек? Соны айтып кетсеңіз. Енді волонтерлік қызметке жалпы қандай қасиеттер дегенде өте жақсы сұрақ. Ең негізгі қасиет адам бойында бір шамал болса да мейірім болу керек. Яғни өзіңнен бөлек өзге адамға қандай да бір жақсылық жасауға ниеттеніп отырып, өзіңнің жылы мейіріміңді бөле отырып жұмыс жасасаң, ол әрине өте нәтижелі болады. Себебі қазіргі таңда айтамыз ғой, көбісі жаңағы үлкендер жастарымызға ренжіп жатады, жастарымыз үлкендерімізге ренжіп жатады. Мына кішігірім қоғамдық көліктерде де көп осындай жағдаяттар кездеседі, орнын беру деген сияқты мәселелер. Немесе жаңағы үлкендердің қазіргі таңдағы жастардың жаңағы жүріс-тұрысына деген шамалы бір реніштері барлығы бар, дегенмен де үлкендеріміздің, жастарымыздың үлкендерге деген шамалы бір ақыл айтып, жаңағы салихалы үлкендеріміз болса деген ниеттері де бар. Жалпы әртүрлі жастардың әртүрлі ойлары бар үлкендермен қатар, енді салыстырмалы түрде айтқанда. Бірақ бұл жерде барлығын бір біріктіретін, барлығына бір егер волонтер ретінде қызмет атқарам десе, волонтер болғым келеді деген ниет пайда болғаннан кейін, ол кісіде белгілі бір барлығына тән қасиет, ол мейірімділік деп білемін. Яғни жақсылық жасау барысында шын ниетімен мейіріміңді төге отырып жасасаң, ол әрине нәтижелі болады. Егер парыз ретінде көреді кейбіреулері қабылдайтса, мен жаңағы жетім жесірге қолдау көрсетуге, немесе өзімнің қиын жағдайға тап болған жандарға өзімнің жаңағы бір сәл де болса көмегімді көрсету бір парызым деп білетіндер бар. Дегенмен де ол да бір айналып келіп сол тәрбиеге, тәлімге. Сонымен қатар мынадай жағдай бар, өзінің жаңағы мейірімін төге білмейтін, бірақ іштей бар ғой әркімнің жүрегінде көміп тұрған, сол қатаңдық көріп қалғандар бар. Бірақ айналасындағы біздің осы белсенді волонтерларымыздың жұмыстарын көре отырып, олар соған мейірлене отырып, олар соған жаңағы қызығушылық таныта отырып, сол топқа қосылып, ары қарай өзі де жақсылық жасауға тырысатын жандар да бар. Яғни қоғамымыздың жаңағы шамалы бір жақсы бағытқа бұруда, қоғам өмірін жақсартуда, экономикалық жағынан болсын, әлеуметтік жағынан болсын, материалдық жағынан болсын, ол волонтерлық топтардың, волонтер жандардың жасап жатқан қызметтерін үлесі бар деп айта аламыз. Жақсы, рахмет. Басты қасиеттер ол мейірімділік деп және адамгершілік, жауапкершілік деп айтуға болады, әрине. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Және де осы тұста біздерде оқырмандарымыз сұрақтар қойып жатыр екен. Солардың қатарында мынандай бір сұрақтар келіп жатыр. Жастардың көпшілік ортада еркін ұстап, өз ойларын тиянақты жеткізу үшін не істеу керек деген сұрақ келіп жатыр. Осы сұраққа жауап берсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Енді барлығы бірдей емес, әрине бес саусақ бірдей емес. Дегенмен де өзінің ойын ашық айтып, бетке айтып, тарс еткізетін жастар да бар. Бірақ өзінің ойын, пікірін іштей біліп тұрса да дұрыс емес екенін, жеткізе алмай, ойын жеткізе алмай, қысылып,
ұяңдық, бір ұятты шамалы тәрбиеге де байланысты шығар. Енді болмайды дегенмен де сондай қағидамен де өскендіктен болар. Бірақ ортаға бейімделу қабілетінің де шамалы, қалай айтсам болады, тұйықтығынан да болар. Дегенмен ондай жастарымыз бар. Дұрыс, өте жақсы сұрақ. Дегенмен де бұл жерде мынандай нәрсе айтамын. Қазіргі таңда айтамыз ғой, мотивациялық өз-өзін дамыту, өзінің жеке тұлға ретінде дамыту, өзінің тұлғалық қасиеттерін дамыту, өмірлік маңызы бар дағдыларды өзінде дамыту. Бұл тек әшейін терминдар, қазіргі таңдағы жаңағы трендтар емес, көбісінде көп айтылатын нәрселер, тренд, ой, қазіргі таңдағы мода деп қарайды ғой. Дегенмен жоқ, олай емес. Бұл айтылып жатқан тақырыптардың барлығында өте үлкен мән бар. Яғни сіз өзіңізді жеке тұлға ретінде қалыптастырып, кішігірім жаңағы кіші топ алдында да сөз сөйлеу, немесе өзіңіздің оқушы болсаңыз класс алдында да, сабақ айтып тұрғанда да қысылмау, өз ойыңызды жеткізе білу үшін сіз біріншіден өзіңізді жетілдіру керексіз. Мына қазіргі таңда тиктоктар, жаңағы айтып жатырмыз ғой, кішігірім блогерлер деп жатыр. Олардың бәрі менің көзқарасым бойынша өте жақсы дүниелер. Себебі сіз өзіңізді түсіре отырып, өзгеге пікір айта отырып, өзіңізді жетілдіресіз. Яғни мен бірнеше адамды білемін, өте ұяң, жаңағы өз ойын көп білдіре білмейтіндер, бірақ қазіргі осы әлеуметтік желінің белгілі бір бағдарламаларына орай блогер, кішігірім блогер болып жүргендер, ол әрине өте жақсы қасиет. Егер қолдана білген адамға, дұрыс қолдана білген жанға өте жақсы тиімді тәсілдер деп білемін. Яғни қысқаша айтқанда, өзіңізге деген сенімді арттыру керексіз. Өйткені сіз бұл өмірде сізге дейін жасалған дүние болса, оны да адам жасап тұр, ол жасалынған дүние, яғни ол бар, оны да сіз сияқты жан жасады. Яғни ол сіздің қолыңыздан келеді. Егер сізге дейін жасалмаған дүние болса, ойлап жүргеніңіз, ол сіздің ойыңызға келгендіктен сіз ғана жасай аласыз. Сондықтан да ең бастысы өзіңізге деген сенімді арттыра біліп, жұмыстана біліп, және де өз ойыңызды ашық айтуға дағдылану керексіз. Қазіргі таңда демократия дейміз ғой, жастарымыз өте белсенділер де бар, сол өз ойын бүкпесіз қалай бар солай жеткізе алу, ол да бір өнер, соған дағдылану керексіздер. Сіздің пікіріңіз үшін ешкімге ештеңе болмайды. Яғни ұят болып қалады, немесе ол кісіге кесірін тиіп қалады деп ойламаңыздар. Мүмкін сіздің сол пікіріңізге, сіздің сол айтар ойыңызға сіз бағытталып тұрған жаңағы бағдарлама болсын, іс-әрекет болсын, более жақсы жағына, яғни мүмкіндігінше жақсы жағына өзгеру мүмкін. Сондықтан да ешқашанда ойыңызды бүкпесіз айтуға тырысыңыз. Бүгіп қалсаңыз, кейін мүмкін өкініп қаларсыз. Әттең сол кезде соны айтуым керек еді деген сияқты. Сондықтан ең бастысы өзіңізге сену. Жақсы, рахмет. Жаңа сенімділік, сену деп айтып жатырсыз ғой. Қазіргі таңда көп осындай тренинг жүргізетін адамдар, жаңағыдай вайн түсіретін адамдар болсын, аффирмацияларды қолданады. Қазір аффирмациялар деп айтамыз. Қазіргі тілмен, қазіргі трендпен айтқанда сол аффирмацияларға жүгіну керек деп ойлайсыз ба жалпы? Мысалы, өзін жақсы көру керек, адам. Мен осыны жасай аламын, мен өзімді жақсы көремін, мен өзімді келбеттімін, мен баймын дегендей көптеген аффирмацияларды қолдану ол өте тиімді деп ойлаймын. Сіз соған келісесіз бе? Мысал келтірейін. Бүгін біздерде осындай 12 тамыз күні жастар мерекесі деп жатырмыз. Бүгінгі біздің тренингімізде өте бір сондай қалай айтсам болады, өте жеңіл, көңілді, және де осы тренингті өткізер алдында өзіме де бір аффирмация жүргізген болатынмын. Яғни осы тренингті жақсы өткіземін, біздің қонағымыз келеді, барлық оқырмандарымыз осы тікелей эфирді көреді деген сияқты өзіме аффирмациялар жүргізген болатын. Яғни бұл аффирмациялар өте тиімді деп ойлаймын. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Иә, өте негізі қазіргі тренд деп айтып жатсыз ғой, аффирмациялау ол өзінің жаңағы белгілі бір деңгейде, кең ауқымда, кең көлемде таралып жатқан бір сондай бір сенімнің бір бағыты ретінде келіп жатыр. Дұрыс айтасыз, бұл да мен өзімнің ойым, пікірімді айтып кетсем, бұл да бір сенімге айналып келеді. Яғни сіз өз-өзіңізді іштей сендіресіз, сол жақсылыққа сендіресіз. Аффирмациялау айтады да, сот күннің бетіне негізгі экранға қойып қояды деп жатады, өздеріне қалаған нәрселерін соны күнде оқып жүресіз. Иә, бұның бәрі неге?
Өйткені себебі сіздің қалауыңыз не және де сіз қалай қабылдайсыз. Осыған әкеліп тіреуге болады, менің ойымша, әрине өз пікірім. Дегенмен де сіз күнделікті көріп отырасыз, мен бақытты жанмын. Мен бақытты жанмын. Сіз оны оқыған сайын сіз өзіңізге қабылдайсыз. Қабылдаған сайын ішіңізде шамалы бір жылылық сезім пайда болады. Ол өзіңіздің деген сеніміңізді арттырады. Осындай сізге мотивация беру мақсатында ол да өзінің белгілі бір үлесін қосады. Дегенмен де айтады ғой, суды да ем болады, қарапайым қара суды да ем болады деп ішсеңіз, ол әрине ем болады. Яғни бұл да сіздің қабылдауыңызға, бұл да айналып келіп сіздің сеніміңізге, өз-өзіңізге деген сеніміңізге, жасап жатқан ісіңізге сеніміңізге, оқып жатқан кітабыңызға деген сеніміңізге әкеліп соғады деп есептеймін. Және де қабылдауға байланысты. Сіз әр нәрсені қалай қабылдайсыз? Әр нәрсенің екі жағы болады, қара мен ақ деп жатамыз, нашар мен жақсы жағы деп жатамыз. Осы жерде бір енді мысал айтып өтсем, шетелде дейді ғой, яғни Африканың бір елді мекенінде осы бизнес ашқысы келетін адам өзінің екі сарапшысын жібереді. Яғни ол жерде мен қандай бизнес аша аламын? Енді жобамен айтқанда аяқ киімге байланысты деп айтайын. Енді аяқ асты қай ел екен нақты есіме түспей тұр. Дегенмен де мысал өте әдемі, қабылдауға байланысты. Сол екі сарапшыны жібергенде біреуі қандай нәрсе болмасын өзіне қабылдайды жаман жағынан, біреуі қандай нәрсе болмасын өзіне қабылдайды жақсы жағынан. Яғни бір сарапшысы келеді, ол жерде адамдар, жалпы халық мүлде аяқ киім кимейді екен. Ол жерде сіздің аяқ киім дүкеніңіздің, бизнесіңіздің ешқандай да керегі жоқ, ол жүрмейді деп келеді. Екінші сарапшысы керісінше кәдімгідей жүрегін алып ұшып жүгіріп аяқ киімді қабылдауыңызға байланысты бәрі де. Жақсы дүниені жақсы деп қабылдасаңыз, әрине ол жақсы болады сіздің сеніміңіздің арқасында. Ал нашар жағын көріп, ол болмайды екен, ол осындай екен десеңіз, әрине ол солай болады. Себебі сіз өзіңізге сене отырып, сол жағын қабылдап отырсыз. Сондықтан мен осылай келтірер едім бұл жөнінде. Керемет, көп рахмет. Енді мына оқырмандарым жазып жатыр. Біздің осы Сақтаған Байшатында облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында көптеген жас мамандар қызмет атқарып жатқанын білетін боларсыз. Солардың қатарында бізде Мұқашева Ақмарал деген жас маманымыз бар. Волонтер 2020 мүшесімін деп өзінің комментарийсін қалдырған. Және де жастарға сәттілік тілеймін, мақсаттары айқын болып, білікті маман болуына тілек білдіремін деген тілек жолдарын жазып жіберген болатын. Рахмет айтамыз Ақмаралға көп. Және де сұрақтар легі де келіп жатыр екен. Нұрмағамбетова деген аккаунттан келіп жатыр. Яғни жүзеге асырылып жүрген жобаларыңыз бар ма? Сол жобаларды қалай сіз жүзеге асырасыздар деген сұрақ келген екен. Өте жақсы сұрақ. Рахмет сұрағыңызға. Енді қазіргі таңда жастармен жұмыс жасағандықтан, жаңа айтып өткендей, жастар саласында өте жақсы жобалар жүзеге асырылып жатыр. Соның бірі биылғы жылы енді волонтер жылы болғандықтан, өздеріңізге мәлім, негізгі волонтерлық бағыттың 15 бағыты бар, бірақ дегенмен де соларды біріктіре отырып, қысқарта отырып, жүзеге асыру мүмкіндігін саралай отырып, біздің жалпы осы республика көлемінде арнайы 7 бағыт берілген болатын. Қазіргі таңда осы 7 бағыт бойынша 7 түрлі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Өздеріңізге мүмкін білерсіздер, мүмкін естімей қалғандар да бар шығар. Осы 7 жобаның, 7 бағыттың, яғни саулық бағыты, үміт бағыты, сонымен қатар қамқор, асыл мұра, таза әлем, сабақтастық және де осы 7 бағыттар біздің өңірімізде өте жоғары деңгейде жүзеге асырылып жатыр деп айта аламыз. Себебі өздеріңізге мәлім, осы бағыттар арасында арнайы волонтерлар топтары сақталды. Оларға белгілі бір қазіргі таңда оқытулар жүріп жатыр. Яғни әр бағыттың өзінің жұмыс жасау барысы, кімдермен жұмыс жасайды, қалай жұмыс жасайды деген сияқты оларға психологиялық тұрғысынан дайындау мақсатында
осы республика көлеміндегі арнайы жасақталған тренерлармен, спикерлармен өте жақсы оқытулар жүріп жатыр. Сонымен қатар осы 7 бағыт бойынша оның 4 бағытында жаңағы бізде өңірімізде 300 мың теңге грант бөлінген болатын 68 жобаға. Яғни бұл жастардың өздерінің идеяларына, өздерінің ойларына, өздерінің жобаларына белгілі бір деңгейде қолдау, қаражат бөлу. Бізден мәселен айтып кетсек, сабақтастық бағыты бұл қиын жағдайға тап болған балалармен жұмыс жасау бағытындағы осы бағытына бағытталған жұмыстар, волонтерлық. Осы орайда біздің облысымызда 80-ге жуық волонтер жасақталынды. Олар оқытудан өтті. Бір үйлестіруші бар осы облыс көлемінде. 3 тәлімгеріміз жұмыс жасайды волонтерларға, яғни бағыт-бағдар беру мақсатында, олардың белгілі бір орталықтармен байланыстыру мақсатында, жұмыстарын үйлестіру мақсатында, осы мотивация беру, оларды қолдау мақсатында тәлімгерлер, яғни менторлар, наставниктер жұмыс жасайды. Сонымен қатар 80 волонтер жұмыс жасайды. Олардың негізгі міндеттері не ол? Әр волонтер өзінің бір хоббиі дейміз, жақсы көретін ісі, бір өзін сол жақ жаңағы істе өте жақсы дамыған, және соны өзгеге үйрете алады. Яғни ол тіл болсын, ол қол өнер болсын, ол жаңағы компьютерлік бағдарламалар болсын. Соларды балалар үйіндегі, яғни бізде былтырдан бері жақсылық енді жағына орай балалар үйі жабылды, дегенмен де балаларды бейімдеу орталығы бар, Аяла. Жаңағы қиын жағдайға тап болған балаларды, сонымен қатар мейірім деген орталығымыз бар, адаптационный центр, тоже бейімдеу орталығы, және де жайна деген орталықтарымыз бар, яғни аурушаң балаларымызды арналған өте жақсы орталықтар. Осы орталықтар сонымен қатар аудандарымызда жаңағы балалар үйі тектес отбасыларымыз бар. Яғни осы отбасыларды қолдау мақсатында осы балаларды қоғамға тарту, оларда керек екенін түсіндіру, әрбір жасымыздың, жаңа айтып жатыр ғой, әрбір жастың осы қоғам өміріне біздің ел болып, мемлекет болып қалыптасуымызда өздеріңіздің белгілі бір тиісті деңгейде үлестері бар екенін оларға түсіндіре отырып, оларды қоғамымызға тарту, олардың да қызығушылықтарын арттыру. Біреу жаңағы айтып отыр ғой, компьютерге жақын, соған волонтерларымыз бар, компьютердің қыр-сырын үйретеді тегін түрде. Осындай жақсы жобамыз бар. Сонымен қатар үміт бағыты бойынша бізде 17-сіне дейін барша жастардың құлақтарына алтын сырға, яғни ақпарат ретінде, жарнама ретінде айта өтуге болады. Егер жоғалып кеткен адамдарды іздеу мақсатында белгілі бір идеяларыңыз, жобаларыңыз болса, бұл грантқа әлі де қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни тамыз айының 17-сіне дейін әлі де құжаттар, сіздің жобаларыңыз, яғни сұраныстарыңыз қабылданады. Осы бойынша да өздеріңіз ұсыныс жобаларыңыз ұсынуыңызға болады. 300 мың теңге көлемінде қайтарымсыз грант беріледі. Бұл біздің облыс деңгейінде, жалпы республика көлемінде 17-сіне дейін уақыттарыңыз бар әлі де. Осындай жақсы 7 бағыт бойынша жобалар жүзеге асып жатыр. Барлығында Жасақтөбе парақшасынан, біргеміз сайттарынан, жалпы ұлттық жобаның сайтынан көре аласыздар, біле аласыздар, таныса аласыздар. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз, толыққанды ақпарат қажет болса, дайректке жазсаңыздар болады, міндетті түрде сіздермен байланысамыз. Жақсы, рахмет. Мына жерде біздің оқырмандарымыз, белсенді оқырмандардың бірі тікелей эфирдегі Хасенов деген оқырманымыз бар екен. Сол оқырман былай деп жазыпты: болашақ жастардың қолында, бірақ кітапханалар жабық, неге деген сұрақ қойып отыр екен. Мен сол сұраққа жауап бергім келеді. Яғни біздің кітапхана қазіргі індеттің тарауына орай жабық болғанымен біздер онлайн түрде жұмыс атқарып жатырмыз. Яғни біздер онлайн түрде сізге электронды кітаптарды, яғни Казнеп бағдарламасы бойынша біздің кітаптарымызды онлайн түрде оқи аласыздар. Және де тағы да бір сұрақ қойған екен. Жалпы жастар күнінде сіздер қандай іс-шаралар жүргізіп жатырсыз деген сұрақ келген екен. Жалпы мен өзім кітапхана тарапынан айтайын, сосын сіз өзіңіз жастар ресурстық орталығынан айта жатарсыз. Жалпы жастар күнінде біздер жалпы жастарды, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, Хасенов мырза, жалпы болашақ жастардың қолында. Біздің кітапхана жалпы тек 12 тамыз жастар күнінде іс-шара өткізбейді. Ол кітапханамыз біздің жыл бойына жастармен көптеген жұмыстар атқарады.
олардың жастардың белсенді болуына, білімді болуына үлкен атсалысады деп айта аламын. Себебі біздерде көптеген іс-шаралар ұйымдастырылады. Сол іс-шараларға көбінесе біздердің жас оқырмандарымыз қатысады, белсенділік танытады. Кеше ғана мен 10 тамыз күні ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылған көптеген іс-шаралардың белсенді оқырмандары болған жас оқырмандарымызды марапаттау сәті болды. Яғни осы біздің кітапханамыздың жас оқырмандары осы тек қана 10 тамыз күні емес, жыл бойына біздің кітапханамызға келіп, Абай атамыздың өлеңдерін оқып, қара сөздерінен тағылым алып, оны барша тек өздеріне емес, оның жас буын өкілдеріне, басқа да оқырмандарға насихаттау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Яғни бұл жастардың белсенділігін және де Абай атамыздың өлеңдерін, көптеген шығармаларын оқитындығын, яғни білімге құштар екендігінің дәлелі деп айтуға болады. Сол себепті Хасен мырза біздің кітапханамыз әрдайым оқырмандарға ашық, келіп кітап алып оқуыңызға болады. Және де біздің іс-шараларымызға белсенді түрде қатысуға шақырамыз. Және де осы сіздердің тарапыңызда осы 12 тамыз күні жастар күнінде қандай іс-шаралар жоспарланып отыр, және де қандай іс-шаралар өткізілді, сол жайында айтып кетсеңіз. Жаңа ғана сіз өзіңіздің жобаңыз туралы айтып жатырсыз, керемет жобалар бар екен, біздің жастарға үлкен мүмкіндік сыйлап жатырсыздар. Ал бүгін сіздерде қандай шаралар ұйымдастырылады? Осы 12 тамызға орай, халықаралық жастар күніне орай бізде енді жаңа айтып кеттім ғой, жағдайға байланысты барлығы да онлайн форматқа ауыстырылды. Яғни кешегі күні бізде өздеріңізге білесіздер, сенбі күні жалпы облыс көлемінде, облыс деңгейінде үлкен жаппай сенбілік болды. Ол да осы бір жастар күніне арналған, жастарды жаңағы табиғатты аялау мақсатында, соны көп баса кең түрде насихаттау мақсатында осы үлкен осындай сенбілік өткен болатын. Оған барша жастарымыз өте жақсы атсалысты. Енді қоғамымыздың енді ондай жайттар бар, жағымсыз жайттар, яғни өзіміздің Есіл бойындағы Ақтөбеміздің жаңағы Ақтөбе өзенінің жағалаудағы өте тазалықтың нашарлығы, яғни ол жерде демалып кетушілердің жаңағы артын жинамауы өте көңілге қаяу түсіреді. Дегенмен де осының алдын алу мақсатында, осыны олай жасамауды насихаттау мақсатында жастарымыздың тарттырып, жастарымыз өте белсенді қатысты. Арнайы осы жағалау тазалау жұмыстары, яғни сенбілік жұмыстар жүзеге асырылған болатын. Бұған тек қана біздің қаламыздың емес, сонымен қатар 12 аудан бар, және де ауылдық округтар бар, яғни кішігірім ауылдар бар. Барлығының жастары белсене түрде атсалысты. Барлығында жаңағы әлеуметтік желіден байқап көріп отырған боларсыздар. Сонымен қатар осындай жақсы игі шарамен бастау алды бұл мерекені тойлау. Сонымен қатар жаңағы онлайн форматта болғандықтан бізде енді кешегіде офлайн форматта осы карантин сақтық шараларын қатаң түрде сақтап, жаңағы арақашықтықты сақтап, кешегіде бізде QLight деген жастар арасында интеллектуалды ойын ұйымдастырылды. Ол да осы жастар күніне орай болды, бағытталды. Оған 4 команда қатысты. Енді әрине жаңағы адамдардың көп шоғырлануын алдын алу мақсатында біз тек қана 4 команданы қатыстырдық. Әр команда 3 адамнан жаңағы карантин талаптар сақтала отырып, өте жақсы ойын болды кешегі күні біздің өзіміздің өңірде. Әрине оған алдын ала хабарландыру жіберілді. Біздің жастардың әртүрлі топтары бар, белсенді жастар жасақталған, волонтер жастар жасақталған, жұмысшы жастардың КДМ-дар жасақталған, барлық топқа ақпараттандырылып, енді алғашқы деген ұсыныс тастаған топтар қабылданды. Соған орай өздеріңізге мәлім, жаңағы Аңсар тобы жүлделі орын алды, кубок табысталды, осындай жақсы шара өтті. Енді бүгінгі күні нақ осы мерекеде, осы түстен кейін тағы да осы офлайн форматта квест ойындарын жоспарлап жатырмыз. Оған да жаңағы ақпараттандырылды. Ол да осы карантин талаптарын сақтай отырып, топта 3 адам мен 5 адам аралығында адам қана жасақталған. Және де сол 4-5 топтың қатысуымен өтетін өте жақсы шара бар. Бұл жерде жастарды интеллектуалды ойынмен қатар жаңағы физика тұрғысынан,
Енді квест ойын білесіз ғой, неше түрлі кедергілерде, неше түрлі сұрақтардың шешімін табу арқылы осы өте қызықты өтеді деген сенімдеміз. Осындай жақсы шара жоспарланып жатыр. Сонымен қатар енді барлық осы өңірлеріміздің барлық мына айтамыз ғой, мемлекеттік қызметкерлеріміз бар, басшыларымыз бар, әртүрлі жаңағы басқарманың басшылары бар, аудан әкімдіктері бар. Осылардың барлығына осы жастарымызды елеу мақсатында, жастарымызға мерекесін сезіндіру мақсатында алдын ала жаңағы арнайы ұсыныстар жіберілген болатын. Өздерінің тараптарынан осы аудан жастарын, ауыл жастарын, облысымыздың жастарын өздерінің ізгі ниеттерін білдіріп, тілектерін білдіріп, құттықтау жазбаларын арнау бойынша. Енді осындай құттықтаулар да біз егіде өте жақсы жүріп жатыр. Сондықтан барша жастарды осы бүгінгі мерекемен құттықтай отырып, белсенді болуға, алдағы уақытта жоспарланған іс-шараларға да қатысуға шақырамыз. Қазіргі таңда енді мына төтенше жағдай қолымызды өте қатты қысқартып отыр, дегенмен де осындай шаралар легі жүзеге асырылып жатыр. Көп рахмет. Мына жерде оқырмандарым жазып жатыр екен, Айгүл деген оқырманымыз жазып жатыр екен. Жастар күні құтты болсын, еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы, білімді, білгір жастардың қолында деп жатыр. Көптен көп рахмет, алғыс білдіреміз. Оқырмандарымыз көптен көп өзінің осы Инстаграм тікелей эфирінде комментарийға көптен көп тілектерін білдіріп жатыр, құттықтап жатыр жастар күні мерекесімен. Және де мазмұнды сұхбат үшін Нұрбақыт Алтынбекқызына, оқырмандар атынан сізге көптен көп рахмет айтып жатыр. Мына жерде яғни біздің оқырмандарымыз белсенділігін білдіріп жатыр. Ендігі кезекте тағы да бір сұрақ қойғым келеді. Қазіргі індет деп жатырмыз, осы пандемияның таралуына байланысты жастардың рухани белсенділігін дамытып, патриоттық сезімдерін ояту үшін не істеуіміз керек деп ойлайсыз? Қазіргі індет тарауында патриот болу үшін не істеу керек? Сондай ой қалыптасады. Қазіргі сұрақ ол біздің тек қана бізге емес, біздің оқырмандарымызға да өте қызықты деп ойлаймын. Жақсы сұрағыңыз, өте терең мағыналы сұрақ, өте жақсы сұрақ. Енді жастарымыз айтып жатыр қой, осы пандемияның таралуының кесірінен көптеген енді кризис дейміз ғой, сондай уақыт болып жатыр. Дегенмен де патриоттық сезім қайдан туындайды, жалпы қалай оны нығайтасыздар, қалай оны насихаттайсыздар өзгеге? Ол әрине тағы да айтам, әр адамның жеке өзіне байланысты, біріншіден, әрине екіншіден қоғамға байланысты, айналаңызға байланысты. Айтып жатыр, жыл енді март айынан басталды ғой, наурыз айынан басталды ғой бұл індет. Дегенмен де сол басында сенген жоқ ешкім, одан кейін мына соңғы жағдайлар енді сендірмеске қалған жоқ амал, сенбеске. Сондай бір жақсы, жаманда, жақсы да, мен айтып отырмын, әр нәрсенің өзінің жақсы да, жаман да жақтары болады. Өзім дегенмен де өзім солай қабылдаймын. Енді осы орайда әрбір жастың патриоттық сезімін нығайтуда осы бұл жағдайдың да әсері өте жоғары деп білемін. Себебі алаңсыз тіршіліктен, күнделікті күйбең тіршіліктен сіз қолыңыз қысқарып қалып, бір үйде қысқа ғана, шағын ғана ортада отырып, не істерге білмейсіңіз. Бірақ дегенмен де бұл әрине психологиялық тұрғысынан өте кері әсерлері бар, дегенмен де. Бірақ бұл жағдайды жақсы жағынан көретін болсақ, өзіңізге қарауда, өзіңіздің отбасыңызға көңіл бөлуде, өзіңіздің тұлғалық қасиеттеріңізді дамытуға, өзіңіздің хоббиіңізді дамытуға өте жақсы бір кезең болды деп ойлаймын. Себебі үйде отырып уақытыңызды тиімді ұйымдастыра білсеңіз, оның бәріне қол жеткізуге болады. Біздің үйден шығып жұмысқа жетем деген уақыттың аралықтың өзінде 1 сағат кетеді. Сіз қазір үйде отырсыз, сол 1 сағатыңыз сізде артық. Кешкісінде жұмыстан шығып үйге жетем дегенше сіз көліктер кептелісі бар, қоғамдық көлікті күтіп қаласыз, 2 қоғамдық көлікпен баратындар бар. Бір айтқанда 1 сағат, 1,5 сағатыңыз тағы бар. Осы айтқанда бір күніңізде сіз, былайша айтқанда 3 сағаттай көлеміңіз артық қазіргі таңда. Осы 3 сағат көлеміңізді өзіңіздің айтып отқан, өзіңіздің жасай алмай жүрген дүниелеріңізге көңіл бөліп соған жасасаңыз, өте тиімді,
яғни патриот болу деген біз сіздің үлкен қылып ел үшін жаңағы осы облысымыздың көлемінде белгілі бір деңгейде кәсіпкер ретінде бірдеңе салып беру немесе бір балаға бір үлкен жағдай қаржылай көмек көрсету жоқ, мәселе ода емес. Әрине ондай көмек көрсетіп, ондай патриоттық сезіміңізді көрсете білсеңіз, ол әрине құба-құп банарлық жайт. Дегенмен де сіз патриоттық сезіміңізді өзіңізден бастап көрсете аласыз. Яғни өзіңіздің тұлғалық дамуыңыз, өзіңіздің осы елдің болашақ азаматы ретінде қалыптастыруыңыз, мәдениет жағынан болсын, тәлім тәрбие жағынан болсын, өзіңізді элементарны жаңағы айтып ұстап сөйлесуіңіз, адамдармен қарым-қатынасыңызды дамытуыңыз, ол дегеніңіз сіздің іштей патриоттық сезіміңізді дамыта отырып, осы болашақта еліміздің үлкен азаматы болады деген сөз. Еліміздің үлкен азаматы болған кезде сіз болашақта, сол кезде де сіз осы кішкентайыңыздан қалыптасқан, кішкентай жан дүниеңізден өскен патриоттық сезіміңіздің арқасында еліңізге қызмет көрсете аласыз. Мен осылай түсінемін. Сондықтан да баршаңыздың ең бастысы өз-өзіңізді дамыта біліп, айналаңызға мейіріміңізді төге отырып, уақыттарыңызды тиімді ұйымдастыра отырып, патриоттық сезімдеріңізді дамытуыңызға болады. Көптен көп рахмет. Және де осы тұста айтқым келеді, құрметті оқырмандар, сауалдарыңыз болса, тілектеріңіз болса, осы 12 тамыз жастар күніне орай жақсы ойларыңыз болса, біздің тікелей эфирге қосылуларыңызға болады. Ондай мүмкіндіктер де бар. Соны айтып кеткенді жөн санадым. Және де бүгінгі біздің тренинг болғаннан кейін тағы осы бір сұрақ ойға келіп тұр. Яғни патриот деп жатырмыз. Патриот жастың бір күндік кестесі қандай болу керек деп ойлайсыз? Мысалы, біздер, мен өзімді айтатын келетін болсам, қазіргі таңда енді жұмысқа келеміз. Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, үйге барғаннан кейін біздер өзіміздің қыз бала болғандықтан кейін үйдің тірліктері бар дегенде, және де өзіміздің ойымды қалыптастыру үшін, білімді одан сайын кеңейту үшін 1 сағат болсын, 2 сағат болсын, кітап оқуға көңіл бөлемін. Жатарда болсын, егер уақыт болмай жатқан кезде жатардың алдында 1 жарым сағат бұрын кітап оқуға көңіл қоямын. Және де демалыс күндері кино қараймыз деген сияқты сондай бір кестелері бар. Ал патриот жастың бір күндік кестесі қандай болу керек деп ойлайсыз? Жалпы біздің оқырмандарымызға айтып кетсеңіз, тренинг болғаннан кейін не істеу керек, қалай күнді өткізу керек деген сұрақтарға жауап алсақ. Өте жақсы сұрақ. Яғни уақыттың тиімділігі, қазіргі таңдағы терминмен айтатын болсақ, тайм менеджмент деп айтамыз. Бұл әрбір жастың енді жасайтын дүниелері әртүрлі ғой. Біреу жұмыста, біреу үйде, біреу оқушы, біреу студент, біреу мүмкін жаңағы карантинге байланысты қысқарып қалған үйде отырған жас болар. Енді бұл жерде мен былай айта аламын сіздерге, яғни әртүрлі жастың әртүрлі ісі болғандықтан қатып қалған дүние жоқ. Дегенмен де жаңағы айтып кеткендей уақыттың үнемділігі келіп осыған, яғни кестеге уақытты тиімді үйлестіре білу. Жаңағыдай негізгі бар ғой, тұрғаннан кейінгі сіз айтып жатсыз, жарты сағатымды кітапқа бөлемін деп жатсыз, күніне бір мезгіл кітап міндетті түрде оқимын деп тұрсыз. Ол әрине дұрыс. Осы жерде сіздің жаңағы графигіңізге, яғни кестеңізге таңертеңгі ең алғашқы тұрған кезіңіздегі жаңағы аффирмация деп жатырмыз ғой. Мына осы бір екі тәсілдерді қоссаңыздар деймін. Яғни біріншіден кестеңізге таңертең тұрғаннан кейін әрине жаңағы тазалық гигиеналық тазалықтардан кейін міндетті түрде су ішу. Яғни бір стакан міндетті түрде су ішіп барып, басқа қызметтеріңізге, басқа жұмыстарыңызға кіріссеңіздер деген ұсынысым бар. Әрине себебі таң алдындағы, яғни өзіңіздің деген айтады ғой, күнді қалай бастайсыз, солай аяқталады. Яғни сіз көңіл күйіңіз жоғары деңгейде өзіңіздің оянғаныңызға шүкір етіп, бүгінгі күніңізге алғыс айта отырып, өзіңіздің барыңыз үшін алғыс айта отырып, тұрып жаңағы көңіл күйіңізде ары қарай күніңізді жалғастырсаңыз, сол қалпында күніңіз жақсы өтеді.
Ал егер де бір нәрсе кешкісін бір нәрсеге ренжіп жатып, таңертең де сол күйде тұрсаңыз, өкінішке орай сол күйіңіз сақталып қала береді. Сондықтан да мүмкіндігінше әр нәрсе өзінің уақытымен, әр нәрсе өзінің кезегімен болады. Сондықтан да оған алдыға ұмтылып немесе кейін қараудың қажеті жоқ. Қалай бар, күніңіз солай қабылдау қажет. Яғни біріншіден өзіңіздің кестеңізге осы бір жақсы көңіл күйді және де алғашқы жаңағы сәресін дейміз ғой, аузыңызды ашарда суымен ашсаңыз, өте жақсы тәсіл ұсыныс деп білем. Және де уақытылы тамақтану міндетті түрде кестеңізге қосыңыз. Себебі қаншалықты сіз жұмыс басты болыңыз, қаншалықты кестеңіз тығыз бола берсін, бір жақсы өзіңіздің жаңағы дағдыңызды дамытуға семинар тренингтерге жазылып қоя беріңіз уақытылы, иә. Дегенмен де уақытылы тамақтануды ұмытпаңыз, кестеңізге қосуды ұмытпаңыз. Себебі қазіргі таңда иммунитеттің өте әлсіреген уақыты пандемия кезіндегі, сондықтан өте талапты солай қоя білгеніңіз жөн. Әрине оны кейінге шегеріп, бүгін обедсіз отыра салайын деген сияқты болмасын. Мүмкіндігінше әрине кестеңізге нақты осы тамақтану кестелерін қойғаныңыз жөн. Әрине кеш соңында, яғни бір күніңіздің соңында бір жарты сағатыңызды тағы да кестеңізге қоссаңыз болады. Өзіңізге ыңғайлы, өзіңіз жеке қалып отыратындай, ой елегінен саралай білетіндей тыныштық орта болса өте жақсы болады. Яғни тыныш жерде өзіңіздің бүгінгі күнге атқарған жұмыстарыңызды ой елегінен өткізсеңіз, нені үлгердіңіз, нені үлгерген жоқсыңыз, нені дұрыс жасай алдыңыз, нені дұрыс жасамадыңыз, оны сөйту керек еді, мына жерде бүйту керек еді деген сияқты өзіңіздің жасаған істеріңізді ой елегінен өткізіп, келесі күнге жоспарыңызды құруға ұмытпаңыз. Яғни осындай тұрғыда сіздерге кеңес бере алам. Әрине бұл сіздердің күнделікті өмірлеріңіздің арасындағы міндетті түрде болу қажет деп есептейтін дүниелеріңіз. Көптен көп рахмет. Жаңа сөз басында айтып жатырсыз ғой, күндеріңізді жақсы өткізуге тырысыңыз деп. Күндеріңізді жақсы өткізуге жаңа ойыңызды қалыптастырсаңыз, күніңізді солай өткізесіз деп. Енді мен де толықтырғым келеді. Жалпы ұйқыдан тұра салысымен көзіңізді ашқаныңыз үшін алғыс айтуды ұмытпаңыздар дегім келеді. Құрметті оқырмандар, деніңіз сау болып, ұйқыдан аман есен оянғаныңыз үшін әрдайым алғыс айтып жүріңіздер дегім келеді. Мінекей құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі тренингіміз сұхбат болды, тренинг болды деп ойлаймыз. Сіздерге көптеген көп ақпарат бердік деп ойлаймыз. Біздің осы Инстаграм парақшамызға оқырман тікелей эфирге қосылған екен. Қосып көрсек, өзінің ойын білдірем десе, тілегін айтам десе, осы жастар күніне мархабат қоссақ. Жатыр қазір. Қосылды. Біздерде оқырманымыз саламатсың ба ағалар? Бүгінгі 12-ші тамыз халықаралық жастар күнімен құттықтаймын. Айтар ойым болса, пікірім болса, мархабат. Естілмей жатыр ма? Жарайды, құрметті оқырмандар, біздер техникалық ахуаларға байланысты біздің оқырманымыз
қосылмай қалды, кешірім сұраймыз. Кешірім сұраймыз. Неге бүгін біздің 12 тамыз халықаралық жастар күні мерекесіне орай ұйымдастырылған жастар елдің ертеңі атты онлайн тренингіміз өз мәресіне жетті. Құрметті Нұрбақыт Алтынбекқызы, сізге көптен көп алғысымызды айтамыз. Осындай індеттің тарауына орай, соған қарамастан біздің кітапханамызға келіп алтын уақытыңызды бөліп жатырсыз. Осы мерекеде сіздерге толағай табыстар тілейміз, еңбегіңіз жана берсін, биіктерден көріне берсін. Біздің Ақтөбе облысымыздың белсенді жастары тек еліміздің, жеріміздің болашағы үшін еңбектене берсін, талмасын, және де нағыз патриот болып өсе берсін деген келеді. Тілектерін білесіңдер. Және де қорытынды сөзді өзіңізге берсем, мүмкін біздің Сақтаған Байшатты облыстық Абдулла ғылыми кітапханасының жас оқырмандарын бүгінгі мерекемен құттықтасамыз. Әрине, көп рахмет. Біріншіден тағы да осы шараларымызға, жоспарланған шараларымызға біздерді елеп шақырып жатқандарыңызға үлкен рахмет айтамын сіздің ұжымға. Сіздерге де осы шығармашылық табыс тілеймін. Алдағы істеріңізге Алла берекет берсін. Осы жасап жатқан әрбір істеріңізге бұрын да өзі жастар арасында патриоттық сезімнің нығайтуына өте зор үлесі бар. Сондықтан да тек жұмыстарыңызда жеміс тілеймін. Құрметті жастар, осы оқырман жастар, жалпы осы кітапхана ұжымы, жалпы облысымыздың жастары, осы біздің эфирді көретін, қосылатын, кейін қарайтын жандар, баршаңызды осы халықаралық деңгейдегі жастар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы біздің орталық атынан, жастарымыздың атынан, облыс жастарының атынан деп айтсам да болады. Сіздерге жаңағы өте жақсы сөз, жаңағы жастарымыз елдің болашағы, сіздер елдің болашағы, сіздер біздің өңіріміздің, еліміздің, облысымыздың дамуына үлес қосасыздар. Сондықтан да өздеріңіздің тұлғалық дамуларыңыз өте қарқынды жүріп, өзіңіздің арман мақсаттарыңыз орындалып, үлкен азамат болып, елімізге, халқымызға еңбек сіңіретін ел азаматы болуларыңызға тілекшіміз. Қашанда жастарымыздың жүздері жарқын, ең басты денсаулықтарымыз зор болсын. Алдағы уақытта, енді келесі жылы осындай уақытта офлайн форматта жүздесуді жазсын деймін. Сондықтан да баршаңызға тек сәттілік тілеймін. Әрбір салада, әрбір бағытта, әрбір жасап жатқан игі істеріңізге тек қана сәттілік тілеймін. Баршаңызға мереке құтты болсын тағы да. Көптен көп рахмет. Құрметті Сақтаған Байшатты облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының оқырмандары, бүгін біздің тікелей эфирде отырып осы тренингке куә болғандарыңыз үшін, сұрақтарыңыз бен жақсы тілектеріңізді білдіріп жатқандарыңыз үшін көптен көп алғысымызды айтамыз. Жақын арада тек онлайн емес, жүзбе-жүз кездесуді жаратушымыз жазсын деп тілейміз. Барлығымыз амандықта жолығайық. 12 тамыз халықаралық жастар күні баршамызға тағы да құтты болсын. Сау саламатта болайық. Сау болыңыздар, көп рахмет.